Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ерекше әрі дәмді пирог дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды салып, миксерлей бастаймыз. Жұмыртқамыз көпіре бастаған кезде қантымызды аз-аздан салып отырып, ары қарай миксерлеп, жұмыртқамыз 2 есеге дейін көтерілгенге дейін аппақ масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Міне біздің пирогымыздың ерекшелігі осында, яғни біз кофемен пирог дайындаймыз, өте дәмді пирог шығады. Әдеттегідей, міне осындай растворимый кофемізге қайнаған суымызды құйып, кофеміз ерігенге дейін осы араластырып аламыз. Жұмыртқамызға сұйық майымызды және сүтімізді, кофемізді бәрін құйып, араластырып аламыз миксермен. Кез келген шоколадымызды міне осылай ұсақтап турап массамызға саламыз. Тағы да бір миксерлеп жібереміз. Шоколад болмаса қоспауға болады. Миксерімізді қоспай, тек насадкасымен осылай бір араластырып жібереміз. Келесі ұнымызды саламыз. Мына жерде мен қопсытқышымды салып, бірденен ұнымен араластырып аламын. Сонымен массамызға салып, бір келкі қамыр болғанға дейін миксермен миксерлеп аламын. Міне біздің қамырымыз дайын, енді формочкасына құятын боламыз. Кез келген формочкаға құюға болады. Ең алдымен пешімізді 180 градусқа дейін қыздырып аламыз. Осылай формочкамызға майламай құя берсек болады. Бір келкі етіп құйып аламыз да 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Толықтай суыған соң ғана формасынан ажыратамыз. Бетіне сахарная пудра сеуіп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте дәмді, әрі ерекше пирогтардың бірі. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді пирог. Барлықтарыңызға ас болсын.